деген нәрселер бұл Аллахтың бізге бұйрықтары. Ал енді тиымдарына келетін болсақ, Аллах Тағала бізге өтірік айтудан, өсек тасудан тыйған болатын, арақ ішуден тыйған болатын, зинақорлықтан тыйған болатын, бұлардан тыйылу қажет. Егер біз мұсылманбыз десек, бірақтан мұсылман сөзінің аудармасы мойын ұсыну екен Аллахтың бұйрығына, Аллахтың жаңағыдай бұйрығын атқармасақ, тыйылған тыйымнан тыйылмасақ, онда ол мұсылмандығымыз кәміл мұсылмандық емес. Ол мұсылмандығымыз бізге ақыреттен жақсылықтың хабарларын әкелетін мұсылмандық емес болып қалады. Сондықтан жалпы түсінгеніміз, мұсылман болғаннан кейін, ол адам Аллахтың барлығына сенгеннен кейін, Аллахтың ұлықтығын танығаннан кейін, әлбетте сол иманы оны құлшылыққа шақыруға тиісті. Бұл салада ғалымдар былай деп түсіндіреді. Мұсылман ғалымдары бір денені алатын болсақ, ол дененің ішінде жан бар ма, жоқ па, яғни ол дененің ішінде рух бар ма, жоқ па, қалай білеміз дейді. Егер ол дене қимылдайтын болса, ол дененің бойында қан жүріп денесі жылып тұрған болатын болса, егер ол дененің көзі көріп құлағы еститін болса, жүрегі соғып тұрса, мейістеп тұрса, ол дененің бойында жан, яғни рух бар деп айтады. Ал енді ол дене қимылдамаса, бойындағы қанда ағыс болмаса, кеудесіндегі жүректе соғыс болмаса, соғып тұрмаса, онда миы істеп тұрмаған болса, көзі көрмесе, құлағы естімесе, және оның денесі мұздай болып, уақыт өткен сайын саси беретін болса, онда ол дененің ішінде жан, рух жоқ деп айтады ғалымдар. Яғни, егер денеде рух болса, оны қимылға алып келеді. Денеде рух болмаса, дене қимылдамайды, өлі денеге ұқсайды деген. Сол сияқты дейді ғалымдар. Адамның жүрегінде иман бар болса, ол иман міндетті түрде әсте ол адамды Құдайдың бұйрығына алып келеді. Амал істеуге, әрекетке, қимылға алып келеді деп айтады. Егер кімнің жүрегімдегі иманым бар деп, жүрегім таза десе, бірақ сол иманы оны намазға, құлшылыққа, ізгілікке шақырмаса, күнәдан тыймайтын болатын болса, онда ол адам әрекетсіз адам, онда ол адамның жүрегінде иман бар деуі шындыққа жанаспай қалады. Сондықтан кеудеде жан бар, кеуде қимылдайтын сияқты, иманы бар, кеуде Құдайына құлшылықтармен талпынып, тыйымдардан тыйылып, Раббысының разылығын іздейтін иман болып келеді. Және де айтатынымыз, осы иман келтіргеннен кейін амал істеу, Құдайдың бұйрығын атқару, ол қажет. Өйткені Құранда бірнеше аяттар келеді. Жәннатқа кіргендердің Аллах Тағала соларға қатысты болған аяттарды айтады. Фастаизу биллах, бисмиллах, кулу вашрабу ханиан бима кунтум та'малун. Жәннатқа кіргеннен кейін Аллах Тағала оларға айтады: ішіңдер, жеңдер, сенімді болған күйде, рахаттанған күйде ішіңдер, жеңдер, бима кунтум та'малун, яғни істеген амалдарыңа, істеріңе қарай сай деп айтады екен. Сондықтан кімде-кім бұл дүниеде Құдайға иман келтірдім, барлығын білем десе, бірақ Аллахтың осындай бір ризашылығын, оның бұйырған ісін істеу арқылы іздемесе, күнәлардан тыйылу арқылы іздемейтін болатын болса, онда оның бұл иманы жәннатқа алып та кіре алмайды. Және ол жерде ол сондай нығметтерге бөлене алмайды екен. Сондықтан енді сөзімізді қорыта айтқан кезде, иман дегеніміз Аллахтың барлығына сенумен ғана тоқталмайды. Иман дегеніміз сонымен қатар Аллахтың бірлігін білу, бүкіл құлшылығында Аллахтың разылығын іздей отырып, Аллахтың бұйырған бұйрықтарын атқару, және құлшылығында тек қана Аллах Тағалаға арнау, одан өзге нәрсеге сыйынып кетпеу болып келеді екен. Және де Аллахтың оның көркем есімдері менен ұлық сипаттарында біле жүруіміз қажетті болады. Міне осы нәрселер бәрі үшеуі біріккен кезде ол иман, дұрыс иман болып келеді екен. Аллах Тағала баршамызды ізгілікке бастасын, осы дұрыс иманмен жүруімізді, және де осы Аллахтың пайғамбары көрсеткен тура жолда жүріп, дүниенің де, ақыреттің де жақсылығына кемелуімізді нәсіп етсін. Бисмиллах, алхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулиллах. Шариғат бойынша мұсылман және мұсылманның дүниеменен қарым-қатынасы қандай болу керектігі жайында айтып өту дұрыс көріп отырмыз. Мұсылманшылықта дүниеге мүлдем қызықпа, жинама, оның қажеті жоқ, дүниеге тамсоқпа, үйленбе, киім киме, тамақ ішпе деп еш уақытта айтпайды. Бірақ мұсылманшылықта дүниені жинауға рұқсат береді,
бірақтан сол дүниені сүйіп кетуден сақтан дейді. Дүниені жақсы көріп кетуден сақтан дейді. Дүниені қатты жақсы көріп кету, ол дүниеге құлшылық жасап кетуге алып баратын нәрселер. Сондықтан мұсылман адамның жинаған, егер дүниемен айналысатын болып қалса, бір сауда ісіменен егер айналысатын болса, яки мұсылманның қолына дүние, бір байлық біткен болатын болса, онда ол байлық мұсылманның қолында тұру керек, бірақ жүрегінде тұруға тиіс емес. Қайсы бір дүние мұсылманның қолында тұратын болса, онда ол мұсылман сол дүниесінен қиналмастан Аллахтың разылығын іздей отырып, зекетін де, садақасын да бере алатын болады. Ал енді кімнің жүрегіне бұл дүние орнап қолында емес жүрегіне барып кіріп кеткен болатын болса, сол дүниеге махаббат қатты қойып жүретін болатын болса, онда ол дүние ол адамды Құдайдың да құлшылығынан қалдырып, ақыреттің де ісінен тосуы мүмкін. Көп адамдардың кей кезде осы дінге келе алмау себептерінің біреусі де дүниені қолда емес, оны жүректе ұстауынан болады. Дүниені қатты жақсы көріп кетуінен болады. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің шарапатты хадистерінің бірінде айтқан: бүкіл қателіктің басы дүниені сүюден басталады деген. Жинаудан емес, сүюден басталады, оны жақсы көруден басталады деген. Дүниені сүйгеннен кейін адам баласы дін ісін кейінге шегере бастайды. Сондықтан мұсылман баласы ол дүниеге қанағат етпейтін болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан, дүние байлық дегеніміз малдың көптігімен есептелмейді, көңілдің тоқтығымен есептелінеді дейді. Кімде көңілінде тоқтық болмаса, Аллахқа деген кәміл иман болмаса, дүние оның жүрегіне кіріп кететін болса, онда ол адамға бүкіл жер бетіндегі байлықтар мен аспандағы байлықты, теңіздегі байлықты алына ұсынсаң да, ол өзін еш уақытта дәулетті бай сезіне алмайды, кедей болып ол тоймайтын болады. Сондықтан бұл салада біздің бабаларымыз дүниеге берілгендерді айтатын, оның дүниеге қоғандардың тек қана тойдыратын, көзін тойдыратын нәрсе топырақ деген, өлгендегі жабылатын топырақ деген. Сондықтан мұсылманның дүниемен қарым-қатынасы мұсылманшылықта оны сүйіп кетуден сақтану керек. Егер жинайтын болса, адал жолдармен жинау керек. Тонау, ұрлау, алдау, арам заттарды сату, адамзат баласына зиянды болған нәрселерді өткізуменен арам жолмен жинауға болмайды. Өйткені әрбір арам жолмен жиналған дүние болатын болса, киілген киім болатын болса, ішілген тамақ болатын болса, ол адам баласына дүниесінде де, ақыретінде де міндетті түрде зиянын береді. Сондықтан адал дүниенің өзіне адам баласы ақыретте есеп береді, арам дүниеге азабын көруіне қажет болып қалады. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар: қайсы бір адамның денесіндегі бір түйір ет дейді, арам тағам менен өсетін болса, ол түйір етке жәннаттан гөрі тозақ жақын дейді. Ол тозаққа түсуге жақынырақ болып тұрады дейді. Сондықтан мұсылман баласы өзіне келіп отқан дүниенің қай жолмен келіп отқанына қарау керек. Одан кейін дүниемен болған қарым-қатынасында оны қатты жақсы көріп кетуден сақтану керек. Оның жүрекке қатты кіріп кетуден сақтану керек. Егер кімнің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар, Тайса раббу динар деп айтатын, ва дирхам деп келген, яғни дүниенің құлы бақытсыз болады деген. Бұл пайғамбарымыз сөзі айна қатесіз. Сондықтан дүниені Құдайдай көріп, Аллах айтты деген кезде саусағының ұшын қимылдатуға, ерінің ұшын қимылдатуға, ла иляха деп қимылдатуға жарамаған адам, дүние деген кезде түн ұйқысы бұзып, тынбай жүгірген адам, ол адам бақытты бола алмайды. Өйткені пайғамбар айтқан, Тайса абду динар, дүниенің құлы бақытсыз болады деп айтқан. Сондықтан біздің кезімізде бұны да өз бастардан өте жиі өткізген бабаларымыздың мақалынан түйінде екенін айтқан сөздері: қайғысыз қара су артық деген. Дүниені көп жинап, оның уайымына батқаннан гөрі тыныш болса да адамға бақыт